Достар, осы каналға жазылу арқылы сіздер көптеген ағылшынша пайдалы мағлұматтар аласыздар. Және каналға кіріп, подписаться етіп, қоңыраушаны бассаңыздар, сіздер келесі видеоны жіберіп алмайсыздар. 7-ші сабақ. Бұл сабақта біз қысқаша ағылшын ережелерін, артынан кейін preposition, яғни көмекші сөздерді өтетін боламыз. Ал енді ағылшынша ережеге келетін болсақ, орыс тілінде кез келген сөздің соңында циямен аяқталатын кез келген сөз, ол ағылшынша тион болып жазылады, шын болып оқылады екен. Мысалы, инновация, innovation, радиация, radiation, революция, revolution, администрация, administration. Байқаған болсаңыздар, цияның сөзбен аяқталатын кез келген сөз ағылшынша, мысалы administration шын деп шынмен аяқталып жатыр екен. Тура сол секілді зиямен аяқталатын сөздерде ағылшынша сион болып былай жазылғанымен шын болып оқылады екен. Мысалы, сессия, session, миссия, mission, комиссия, commission. Филологтардың айтуы бойынша осындай 3000-4000 сөз бар екен. Яғни сіздер уже 3000-4000 сөздерді біледі екенсіздер. Келесі мысал, кейбір етістіктер мен зат есімнің соңына er қосылатын болса, ол мамандық болып шығады екен. Er деген. Мысалы, write деген етістік ол жазу. Er-ді қоссаңыздар, writer ол жазушы болады екен. Program деген программа. Programmer программист. Teach деген ол оқыту етістік. Teacher деген мұғалім. Ерді қоятын болсаңыздар, мамандыққа айналады екен. Produce деген өндіру. Producer деген өндіруші екен. Келесі өтетін тақырыбымыз prepositions, көмекші сөздер. Яғни көмекші сөздерге жалғаулар, септіктер, жұрнақтар кіреді. Ал кеттік. Ең біріншісі to. To дегеніміз ол қарай, жақа деген мағынаны білдіреді. Суретте қарасаңыздар да бір объектіге бара жатсаңыздар, осы to'ды қолданасыздар. Жалпы бұл қайда, неге, кімге деген сұраққа жауап береді екен. Мысалы, to Kazakhstan, Қазақстанға. I will go, мен барам дейді. I will go to Kazakhstan, мен Қазақстанға барам. Көрдіңіздер ғой, бір бағытқа бара жатсаңыздар, to'ды қолданасыздар. They will go to the cinema. Олар кинотеатрға барады. Қайда барады? Көрдіңіздер ғой, қайда деген сұраққа бұл жауап береді. Кинотеатрға. To the cinema. To you. Саған. I will come to you. Мен саған барамын дейді. Келесі from. From дегеніміз, және біз to-да бағытқа қарай, объектіге қарай бара жатсақ, бұл from-да объектіден кері қайтып баратқан мағынаны білдіреді екен. Бұл жалпы from деген қайдан, кімнен, неден деген сұраққа жауап береді. Мысалы, from you, сенен. The red ball дейді. Red ball деген қызыл доп. Is coming, келе жатыр дейді. From the blue box. Көк қораптан. Бұның мағынасы көк қораптан қызыл доп домалап келе жатыр. Қайдан? Көк қораптан. From the blue box деп тұр. He comes дейді. Ол келеді дейді. He comes from Kazakhstan. Ол Қазақстаннан келеді дейді. Қайдан? Қазақстаннан. From Kazakhstan. I am from Kazakhstan. Мысалы, біреу сізге where are you from деп қайса, бұл сен қайдансың десе, сіздер I am from Kazakhstan. Мен Қазақстаннанмын деп жауап береді екенсіздер. Келесі, in дегеніміз ол мағынасы ішінде деген сөз. Бұл жалпымызды қарасаңыздар, суретке көрініп тұрды, қай жерде тұрған. Бұл ішінде тұрған нәрсе болса, мысалы Қазақстанда, Америкада, мысалы бір кинотеатрда, егер ішінде болсаңыздар, осыны қолданасыздар. Мысалы, жалғаулар бар, да, де, тате деген. In Kazakhstan, Қазақстанда. I will do, мен істеймін дейді. I will do it in Kazakhstan. Мен бұны Қазақстанда істеймін дейді. Қазақстанның жалпы ішіндегіні білдіреді екен. The cat дейді, мысық дейді. Is in the box. Мысық қорапта дейді.
қораптың ішінде деген мағынаны білдіреді. The apples дейді. The apples деген алмалар. Жалпы көрдіңіздер ғой, the apples деген s болғаннан кейін көпше түрде. Бұл жалпы алмаларды айтып тұрғаннан кейін қолданылады. The apples are in the box дейді. Алмалар қорапта дейді. Яғни қораптың ішінде деген мағынаны білдіреді екен. In дегені. Келесі. At. Бұл at деген бір нәрседе бір жақта деген мағынаны білдіреді. Жәнегі inге өте ұқсайды. Бұның айырмашылығын сіздерге айтамын. I am at the park дейді. Мен парк жақтамын. Бұл жерде, яғни нақты, мысалы, inді сіздер, мысалы, I'm in the park десеңіздер, нақты парктың ішінде жүрген айтыласыздар. Ал егер сол шамада сол жақта жүрсеңіздер, мен сол жақтамын деп, мысалы, мен парк жақтамын деп, I am at the park деп айтасыздар. Мен парк жақтамын. He is дейді, ол дейді, at the school. Ол мектепте. Ол мектепте деген, мектеп жақта деген сөз. Яғни ішінде жүргенін білдірмейді бұл. Сол жақтарда жүргенін білдіреді екен. Ернар and Айнұр are at the cinema дейді. Ернар мен Айнұр кинотеатрда. Яғни кинотеатр жақта деген екен. The students дейді. Студенттер are at the conference. Студенттер конференц зал жақта деген мағынаны білдіреді екен. Келесі. On деген, ол бір зат үстінде тұрса, онды қолданамыз. Мысалы, оның мағынасы үстінде бойымен деген екен. On the table. Үстелдің үстінде. The red ball дейді, қызыл доп. On the blue box деп тұр. Міне, қызыл доп, көк қораптың үстінде дейді. The cat дейді, мысық дейді. Is on the chair. Мысық орындықтың үстінде тұр дейді. The apples дейді, алмалар дейді. Are on the chair. Алмалар орындықтың үстінде деген сөз. On the chair деген орындықтың үстінде деген мағынаны білдіреді екен. Келесі, by дегеніміз, оның мағынасы арқылы және мен, бен, пен деген жалғау болады екен. Мысалы, you can improve your English дейді. Сен өз ағылшыныңды жақсарта аласың дейді. You can improve your English by listening дейді. Сен ағылшын тілін тыңдау арқылы жақсарта аласың дейді. Бұл жерде by listening деген тыңдау арқылы деген мағынаны білдіреді екен. Және мен, бен, пен деген жалғауды қалай қолданамыз? I go дейді, мен барам дейді. To there, ана жаққа. I go to there by taxi. Мен ол жаққа таксимен. Яғни немен деген бұл жерде сұраққа да жауап береді екен. Мен ол жаққа таксимен, такси арқылы барамын. Не арқылы? Такси арқылы барамын. I go to the college. Мен колледжге барам дедім. By bus. Мен колледжге автобуспен, немен, немесе автобус арқылы барам деп, осыны by деген жалпы осы мағынаны береді екен. Келесі, under деген астында бір нәрсе, бір зат астында тұрса, сол under деп айтады екен. Мысалы, underдың underground деген жер астында деген сөз. Мысалы, Лондонның жеріне барсаңыздар, underground деп тұрады. Ол жерде метроны айтады екен Лондонда. Өйткені ол жердің астында метро. The cat дейді, мысық. Is under the table. Мысық үстелдің астында тұр дейді. The cat is under the table. The apple дейді, алма дейді. Is. Алма біреу болғандықтан is'ді қолданасыздар. The apple is under the table. Алма үстелдің астында дейді. Келесі мысал, тура солай. Бұл жерде бірақ алмалары. The apples дейді. Егер көрдіңіздер ғой, көпше түр болса, аны қолданасыздар. Apples. Apple болса, is'ді қолданасыздар. The apples дейді, алмалар. Are in under the table дейді. Алмалар үстелдің астында дейді. Келесі. Over. Over деген үстінен деген мағынаны білдіреді екен. Мысалы, I didn't jump. Мен секірмедім дейді. I didn't jump over. Мен үстінен секірмедім деп тұр. Over деген үстінен. The plane дейді. Plane деген ұшақ. The plane flies. Ұшу деген сөз. The plane flies over the Kazakhstan. Ұшақ Қазақстанның үстінен ұшып бара жатыр дейді. Бірдеңке, бір заттың үстінен кетіп баратса, онда over'ды қолданасыздар. The plane flies over the Kazakhstan. Ұшақ Қазақстанның үстінен ұшып бара жатыр. Lesson немесе over деген finish'тің синоним екен. Finish деген ол аяқтау деген сөз. Lesson is over. Сабақ аяқталды. Келесі мағынасы over'дың
асты деген мағынаны білдіреді екен. She is over 20 деген. Ол қыз дейді. She 20-дан асты. Is over 20. Яғни үш мағына береді екен. Келесі between дейді. Between деген арасында деген мағынаны білдіреді. Мысалы, арасында, арада. Between us, біздің арамызда. Between you and me, сен мен менің арамызда дейді. I sat down дейді, мен отырдым дейді. Between Ернар and Айнұр, мен Ернар мен Айнұрдың арасында отырдым дейді. Келесі, our shop дейді, біздің дүкен is closed дейді, жабылды. Between арасында 2 and 3. Ялпы біздің дүкен сағат 2 мен 3-тің арасында жабылады деген мағынаны білдіреді екен. Between деген арасында. Келесі, around деген ол айналасында деген мағына береді екен. Бір заттың айналасында бірдеңке болса. Мысалы, there was a white fence дейді. Ақ дарбаза дейді. Around the house. Үйдің айналасында дейді. Around деген айналасында, үйдің айналасында ақ дарбаза болған дейді. There was деп тұр. He walked дейді, ол жүрді дейді. Around the tree, ол ағашты айналып жүрді дейді. Around деген айналып деген айналасында деген мағынаны білдіреді екен. Келесі, behind деген қарасаңыздар суретке бірдеңкенің артында деген мағынаны білдіреді екен. Ана заттың артында тұр топ. Яғни the red ball дейді, қызыл доп is behind дейді, артында дейді. The blue box, көк жәшіктің артында. Қызыл доп көк қораптың арт жағында деген сөз мағынаны білдіреді. Behind деген артында. He parked дейді, ол тұрақтады дейді көлікпен. He parked behind артында of this building. Осы ғимараттың артқы жағына көлікті тұрақтадық дейді. He parked, ол біз дейді. Осы ғимараттың артқы жағына көлікті тұрақтадық. Келесі мысал, in front of деген суретте қарасаңыздар, бір зат алдында тұрса егер, мағынасы алдында деген екен. Мысалы, the red ball, қызыл доп, is in front of the blue box. In front of деген алдында. Blue box деген көк жәшік. Қызыл доп көк түсті қораптың алдында дейді. The car, көлік, was parked, тұрақтады, in front of the store дейді. Көлік дүкеннің алдында тұрды дейді. Store деген дүкен. In front of деген бірден бір зат бірдеңкенің алдында тұрса. Осыны қолданасыздар. Келесі near деген ол жақын деген мағынаны білдіреді. Мына қарасаңыздар суретке қораптың қасында доп жақын тұр екен. Мысалы, the red ball, қызыл доп is near the blue box дейді. Қызыл доп көк қорапқа жақын дейді. The public library, қоғамдық кітапхана was near my school дейді. Near деген жақын. Қоғамдық кітапхана менің мектебіме жақын болды дейді. Near my school, менің мектебіме жақын болды дейді. Келесі мысал, next to деген өте near-ға ұқсайды. Бұның мағынасы қасында. Бағанағы near деген жақын болса, next to деген тура қасында тұр деген сөз. Мысалы, the red ball is next to the blue box. Қызыл доп көк қораптың тура қасында деген мағынаны білдіреді екен. The pizza was next to the movie theater. Pizza кинотеатрының қасында болды дейді. Theater деген қате кетіп қалды. Movie theater деген дұрыс, кинотеатрының қасында дейді. Келесі мысал, inside деген ол ішінде деген мағынаны білдіреді. Өте in-ға ұқсайды. In дегеніміз жалпы ол да ішінде, бірақ ол зат мысалы inside деген ол сіз көріп тұрған жоқсыз. Мысалы бір қораптың ішінде бірдеңкенің ішінде бірдеңке тұруы мүмкін. Көрінбейтін затты ол ішінде тұрса, бір зат біліп тұрсаңыздар, ол inside болады екен. Ал in дегенді сіздер көре аласыздар, бірақ ол да ішінде. Мысалы, the red ball inside the blue box дейді. Red ball деген қызыл доп, inside the blue box. Қызыл қораптың ішінде жатыр дейді. Келесі, the gift дейді. Сыйлық was inside the box. Сыйлық қораптың ішінде болды дейді. Ол ішінде қандай сыйлық сіз әлі көрмедіңіз, ашпай жатып. Сол үшін inside-ті егер ішінде көрмесеңіздер қолданасыздар. Келесі, outside деген, inside деген ішінде болса, outside деген сыртында деген сөз екен. Мысалы, the red ball is outside the blue box.
Қызыл доп, the red ball, outside, сыртында. The blue box, қызыл доптың көк қораптың сыртында дейді. Қызыл доп көк қораптың сыртында. Outside the blue box. He was дейді, ол болды. Outside the house. Үйдің сыртында дейді. Outside the house when the rain began. Жаңбыр басталған кезде ол үйдің сыртында болды дейді. He was outside. Келесі. Down деген сөзге қарасаңыздар астыға деген мағынаны білдіреді екен. Астыға төмен деген. The red ball, қызыл доп дейді, is rolling down the blue stairs дейді. Қызыл доп көк баспалдақпен төмен түсіп бара жатыр дейді. The ball дейді, доп, roll down the hill. Доп төбеден түсіп кетті дейді. Roll down. Down деген астыға деген сөз. Түсіп кетті деген мағынаны білдіреді. Келесі мысал, up және downға антоним. Up дегеніміз үстіге, төбеге деген мағынаны білдіреді. Мысалы, the red ball is rolling up. Қызыл доп rolling up деген төбеге көтеріліп бара жатыр дейді. The blue stairs. The red ball is rolling up the blue stairs. Қызыл доп көк баспалдақпен үстіге көтеріліп бара жатыр дейді. Rolling up деген төбеге көтеріліп бара жатыр деген мағынаны білдіреді екен, үстіге деген. He walked дейді, up. He walked up the hill to see the view. Көріністі көру үшін төбеге көтерілдік дейді. Walked up деген жалпы көтерілу, төбеге деген мағынаны білдіреді екен, up деген. Келесі. Енді біз with деген мен бен пен жұрнағы және without деген сіз деген жұрнақты келетін болсақ, мысалы, with you сені мен. Without you сен сіз екен. I will do this business. Мен бұл бизнесті I will do business with you. Мен бұл бизнесті сенімен бірге істеймін. Енді келесі мысалы without. I will do this business without you. Мен бұл бизнесті сенсіз істеймін. With you деген сенімен деген сөз. Without деген сенсіз деген сөз. Келесі I started with him. Start деген бастады. I started with him. Мен онымен бастадым дейді. I started without him. Мен олсыз істеймін дейді. Және started деген with him деген мен онымен бастадым болса, I started without him деген мен олсыз істеймін деген сөз. Көрдіңіздер ғой, бұл жерде жұрнақ with деген мен бен пен жұрнағы, without деген сіз жұрнағы екен. Келесі for деген үшін екен мағынасы. I do it, мен істеймін дейді. I do it for you. Мен осыны сен үшін істеп жатырмын дейді. Үшін деген мағына білдіреді екен. Келесі, I make breakfast, мен таңғы асты дейді. I made a breakfast for us. Таңғы асты біз үшін істедім дейді. That is an expensive hotel for me дейді. Ол қонақ үй дейді, мен үшін дейді, қымбат. Expensive деген қымбат. Көрдіңіздер, for деген үшін деген мағынаны білдіреді екен. They are ready for an IELTS exam дейді. Олар IELTS экзаменге дайын дейді. For an IELTS деген сол экзаменге, сол үшін, мысалы экзамен үшін соған дайынмын деген мағынаны білдіреді екен. Келесі соңғы мысалымыз, соңғы емес, одан кейін бар, about деген туралы жайлы екен. Мысалы, let's talk, сөйлесейік дейді. Let's talk about our plans. Өзіміздің жоспар жайлы, plans деген жоспар, өзіміздің жоспар жайлы сөйлесейік. Tell me about it. Барлығы жайлы айтып берші дейді. Tell me about it. All about it. They like to talk about history дейді. They like деген олар ұнатады, to talk деген сөйлесу, about history деген тарих. Олар тарих туралы, жайлы, тарих туралы әңгімелескенді ұнатады. It is about my project, I need some help дейді. Барлығы менің жобам жайлы дейді. It's about my project дейді. Маған көмек қажет дейді. I need some help. Және де соңғы мысалымыз аз дейді. Ол мағынасы ретінде сияқты деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I work as a teacher. Мен мұғалім ретінде жұмыс жасаймын дейді. As a teacher деген ретінде деген мағынаны білдіреді. Келесі, my book дейді. Менің кітабым was as interesting as yours дейді. Бұл жерде менің кітабым сіздікі сияқты дейді.
as yours деген сіздікі сияқты қызық болды, interesting. Бұл жерде as деген ретінде, мысалы I work as a teacher деген, мен мұғалім ретінде ғой, кез келген нені қоя берсіздер. I work as a doctor, I work as a engineer. Мұғалім ретінде, мысалы доктор ретінде, мысалы инженер ретінде жұмыс жасаймын деп қоя береді екенсіздер. Ал достар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше.